Қысқа дайындық бір аз көк пен қызанақтарды қысқа дұрыс қатыру жолын көрсетемін. Алдымен пайдалы парақшама міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Қыста барлығы қымбаттаған кезде шетінен тамаққа қосқанға өте ыңғайлы. Алдымен ас көкті жақсылап ас содасында жуып алып, суынан сәл сорғытып, ұсақтап тура осылай формаларға салып, үстінен су құйып, морозильникте кішкене қатырып аламыз. Ондай форма болмаса, осындай жұмыртқа салғыш пен мұз қатырғышқа салып қатырсаңыздар да болады. Енді қызанақты жақсылап блендерлеп, немесе ет тартқыштан өткізіп, оны да силиконды формаға құйып, морозильникте қатырып аламыз. Енді бұндай силиконды форма болмаса, дүкенде кәдімгі арзан бағада осындай қатыруға арналған пакетиктер сатылады. Алдымен осындай кондитерский мешокқа құйып, одан кейін бар осы қатыруға арналған пакетиктердің ішіне құйып шығатын боламыз. Аузы байланады, өте ыңғайлы, шетінен қыста сындырып тамаққа қоса бересіздер. Енді ас көктеріміз қатты, осылай барлығын формасынан алып аламыз. Және арнайы пакетке салып, ыңғайлы етіп сақтап қоятын боламыз. Қызанақты да осылай бөлек аламыз, ал бұл пакет сол күймен сақталатын болады. Мен де осындай пакеттерді сатып алған болатымын. Және оның аузынан трубочкамен ауасын сорып, осындай вакуумный пакет болмаса да әдемі ыңғайлы етіп осылай жасап алсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, пайдаларыңызға жарасын.